Қазір біз өзімізді күнделікті отчетымызды қарап отырамыз. Сол бойынша үйреніп көреміз. Ол үшін отчеты немесе қазақшада есептер бөліміне барамыз. Және ең соңына түсіп статистика ведение ЕЖД деген, қазақшада ЕЖД деп тұрады, осы жерде учитель дейміз. Және бірінші күнді таңдап аламыз. Мына жерде сегодня деп тұр, бүгінгі күн тұрады. Және екіншісінде де дәл солай. Бүгінгі күнде 31.01.2022, 31.01.22. Бүгін 31. Және өзіміз таңдаймыз. Таңдағаннан кейін построить отчет дейміз. Яғни бізде осылай қарап шығамыз. Енді менде мына жерде 10-шы б-да қараймыз. Своевременный 0, және ведение журнал 0, своевременный ведение журнал 0. Енді мен осы жерден қарап, қай жерде 0 екенім бойынша біліп алғаннан кейін толтырамыз. Осы 10 б, яғни менде 10 б әлі сабақ басталған жоқ, сол себепте менде 0 болып тұр. Қалғанын бәрі сабақ түске дейін өткендіктен бәрін 100 қылдырып қойдым. Осылай күнделікті өзімізді тексеріп отырамыз.